Ол әлем саясатының патриархына айналды. Керек сөзді дер кезінде айтады. Адамды көндіре білу деген үлкен қасиет. Нұрсұлтан Назарбаев осы скептиктердің бәрінің аузын жапты. Еуразия экономикалық одағы осы қалаларға үлкен мүмкіндік берді. Аймақтық даулар жерге талас қай кезде де болған, әлде бола береді. Бірақ бұл Кеңес империясы құлағанда тіпті өршіді. Бір орталыққа бағыну және биліктің әлсіреуі қайғылы оқиғаларға кеп соқтырды. Қан төгілді, тағдырлар тәлкекке түсті. Кейбір ұлттардың болашағы бұлыңғыр сағымға айналды. Бір-бірін айыптау, бір-біріне қару ала жүгіру әдетке айналды. Бұл түсініксіз қырғиқабат саясаттан көп ел абдырап қалды. Тәуелсіздігін енді ғана жариялаған жас мемлекетте небір қиын қыстау сәтті бастан кешірді. Қарулы қақтығыссыз шекараны белгілеу, ұлтаралық татулықты қалыптастыру, дипломатиялық даулардан аман шығу оңай болмады. Шекарадағы делимитация күрделі мәселе болғандықтан, оны шешу ұзақ жылдарға созылды. Шекара сызығы бар. Ол кей жағдайда тура бір үйдің ортасымен өтеді. Ас үйі Өзбекстанда, ал қалған бөлігі Қазақстанда. Мұндай жағдайлар өзара келісіммен шешілді. Мына жерді біз айналып өтейік. Ал келесі бөліністе сен оны ескересің деуге тура келді. Сол кезде шешпегенде әлі күнге бас ауыртар едік. Қазір мемлекеттік шекарамыздың жалпы ұзындығы 16 000 шақырым. Шекараны шегендеп, өз аумағымызда заңдастырып алу тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясатының жемісі еді. Тәуелсіздік жарияланған күннің ертесінде біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шекара мәселесімен, демаркациямен, делимитация мәселелерімен айналыса бастаған нақты білемін. Кеңес одағы кезінде сызылған шекараның өзгеріссіз қалуы мүмкін емес еді. Нұрсұлтан Әбішұлы өзі айтатын, шекара болмаса мемлекетте болмайды. Бір мысал келтіріп кетейін. Амур өзенінің арғы жағында, Қытай жағында Даманский дейтін арал болды. Білетін шығарсыздар, бір уақытта әскери қақтығыс, өте жоғары қақтығыс, біраз адамдар қайтыс болып, Ресей менен Қытайдың арасындағы шиеленіс кеңес үкіметі болғанда да қалыптасып жүре берді. Мен қызмет істеп жүрген уақытта мынандай жерлер освариваемый участки деп аталатын. Сонда Қытай біздікі дейді, кеңес үкімет орнынан Қазақстан біздікі дейміз. Кімдікі ол? Ол өте қауіпті жағдай болады. Сондай қауіпті үшінші дүниелік соғыстағы бір нәрсе болып кетпесін деп Нұрсұлтан Әбішұлы өте қатты көңіл бөлді. Шекараны бекіту керек. И как показали Украина, Молдова, Грузия сияқты кеңес одағы құрамында болған елдердегі жағдай белгілі. Мемлекет шекарасын айқындаумен дер кезінде айналыспаған мемлекет қайраткерлері кейіннен опық жеп қалды. Меніңше, Назарбаев оны сол кезде біліп отырды. Сондықтан болар бұл іспен ең беделді деген дипломаттар айналысты. 28 жыл ішінде бұл мәселені біз толықтай шештік. делимитации границ. Тәуелсіздік алған күннен бастап Назарбаев шекара мәселесін қолға алды. Істің басы қасында өзі жүрді. Әлеуметтік экономикалық ахуал, елдің қоғамдық саяси даму сияқты мәселелермен қатар алып жүрді. Елбасының және дипломаттардың тәкаппар, бірбетке жұмысының арқасында біз 2002 жылы Қытаймен, 2006 жылы Ресей Федерациясымен шекарамызды белгілеп алдық. С Российской Федерацией. Граница самая большая. Ең үлкен шекара 7560 шақырымды құрайды. Ол кезде Ельцин. Ол бұл мәселені созып жүріп алды. Комиссия құрайық, ұйымдастыру комитетін құрайық, екі ел өкілдері кездесіп анықтасын деген желеумен қол қоймай жүріп алды. Нәтиже жоқ. Сөйтіп, күндердің бір күні президент өзінің туған күніне таңғы 9-да келді. Сағат 10-да кездесу бар. Ельцин негізі Нұрсұлтан Әбішұлын ерекше құрметтейтін. О, қымбатты Нұрсұлтан Әбішұлы, туған күніңмен құттықтаймын. Назарбаев сол кезде, Борис Николаевич, мен өзімнің туған күнімде келіп тұрмын ғой. Әрине, шекара мәселесінде қол қоя қоймайсыз. Бірақ тым құрғанда талқылайық. Билік үкіметте емес, президентте дейді. Екеуміз бастайық, артынан екі үкімет айналысар деді.
Ельцин ойланып отырып қалды. Саусағы жоқ қой ол кісінің. Столды ұрып қалып, Косаревті шақырыңыздар деді. Ол кірген соң, біз 10 минуттан соң шығамыз, протокол дайындаңдар деді. Сөйтіп ол мәселе шешілді. Кейіннен Каспийдегі мәселені толық шештік. Нұрсұлтан Әбішұлы сондай адам, айтқанын орындатады, көндіре алады. Керек сөзді дер кезінде айтады. Адамды көндіре білу деген үлкен қасиет. Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік аренадағы беделі зор. Ол кез келген дауда жеңіске жете алады. Кеңес одағы кезінде де Назарбаевтың саяси беделі жоғары болды. Оған Кеңес одағы үкіметін басқару ұсынысы да жасалған. Бірақ ол өз халқының мүддесін биік қойып, онан бас тартты. Елбасының арқасында еліміз жаңа даму жолына түсті. Экономикалық, әлеуметтік ахуал жақсарды. Қазақстанның халықаралық аренадағы орны айқындалды. Мир настолько взаимосвязан. Әлем бір-бірімен тығыз байланысты. Айталық жердің бір бұрышында өрт болса, ол бізге келмейді деп ойламауың керек. Не перенесется к тебе. Қан төгіліп жатқан, ауданға бара жатқанында Алматыда бірге істеген қызметтес жолдастар, шынымды айтайын, үйдің іші, семья, қайда бара жатсың, не абырой табам деп бара жатсың дегендер болды. Ата-бабамыздан бері қарай біздің Қазақстанда ел басқарған, хан болған бабаларымыз екі жаққа бірдей қараған төнді. Бір көзімен шығысқа, бір көзімен батысқа, бір көзімен солтүстікке, елімді апаттан қалай аман сақтап қалам деп. Именно поэтому Сондықтан 1991 жылы Таулы Қарабақ мәселесімен айналысты. Украин-Ресей мәселесі, Түрік-Ресей алауыздығы кезінде де Назарбаев белсенділік танытты. Тайып Ердоғанның өзі Назарбаевқа шықты. Елбасының Ресейдегі абыройын білді. Назарбаевтың арқасында бұл мәселе ушықпай, жылдам шешілді. Кезінде ағылшынның атақты поэті Киплинг айтыпты: «Батыс ол батыс, шығыс ол шығыс. Екеуінің арасы ешқашан қосылмайды. Ол қателесті». Назарбаевтың көп векторлы саясаты оны теріске шығарды. Опровергла Киплинга. Бір 1992 жыл қазанның 5-і Біріккен ұлттар ұйымының 47-ші сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев Азия қауіпсіздігі жүйесін құру керек деген бастама көтерді. Жас мемлекеттің басшысы өзінің алаңдаушылығын туғызған мәселелерге тоқталды. Ядролық қару, заңсыз миграция, экстремизм, есірткі саудасы үлкен проблема болатын. Дәлелді деректер келтіре отырып, Назарбаев жаңа геосаяси мәселені көтерді. Мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасты, ынтымақты, Азия құрлығына қолдану керек деді. Кейіннен бүкіл Еуразия кеңістігіне тарау керек екенін айтты. Бұл өте батыл ұсыныс болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың 29 жыл бұрынға идеясына сенгендерден гөрі сенбегендер көп болды. Алайда уақыт өте келе ол қозғалыс тиімді дипломатиялық жан-жақты ұйымға айналды. Құрамында 27 мемлекет бар. Ал Қазақстан Еуразия кеңістігіндегі бітімгерлік процесінің бастамашысы ретінде қауіпсіздік мәселесі бойынша тың жобалар ұсынды. Еуразия кеңістігіндегі көп жақты құрылымдармен және негізгі ұйымдардың бәрімен толыққанды байланыс орнатуымыз керек. Бұл ретте тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 3 диалогі бастамасын атап өтер едім. Елбасы Еуропа мен Азиядағы ірі аймақтық бірлестіктермен серіктестік, қарым-қатынас орнату керек екенін айтқан. Шанхай ынтымақтастық ұйымы мысалы, Еуразия экономикалық одағы, АСЕАН, Еуропа одақпен әріптестік орнатса болар еді. Елбасы 21 ғасырда интеграция мәселесінің маңызды екенін жақсы білді. Трансұлттық корпорациялар ғана емес, трансұлттық қоғамдар да қажет. Сол үшін елбасы елдердің аймақтық және экономикалық қауіпсіздігі мен ынтымақтастығын қамтамасыз ететін маңызды интеграциялық жобалар Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуразия экономикалық одағын құру туралы бастама көтерді. Білесіз бе, 7,5 мың шақырымдық жердегі қалалар, ауылдар Ресей мен шекаралас аймақтарда орналасқан. Мысалы, Атырау, Орал, Өскемен, яғни бұл шаһарлар екі ел арасындағы нарықтық қалалар. Олар үшін бір-бірімен саудаласу тиімді.
Еуразия экономикалық одағы осы қалаларға үлкен мүмкіндік берді. Союз сделал это возможным. В приемные Президент әкімшілігіне бұрынғы кеңес одағы елдерінен хат көп келді. Олар экономикалық одақ құрылып, сауда-саттық жанданғанына риза. Интеграция мәселесіне келгенде, біз қарапайым халық мүддесін ойлауымыз керек. Кейбір елдер соны пайдаланады. Мысалы, Ресей басшылығы кейіннен кедендік одаққа басымдық берейік деген ұсыныс жасады. Біз ұйымға ұлттық мүддеден басым функция беруден бас тарттық. Егемендігімізге қауіп төндіруге біз қарсымыз. 184 миллиона человек. Еуразия экономикалық одағы кеңістігінде 184 миллион адам тұрады. Тұтас ішкі жалпы өнім 3 миллион. Мұнай, газ сияқты табиғи ресурстар бар. Инвестиция тартатын алып нарық. Ең негізгісі, әрине өзара сауда саттық. Алыс-беріс доллармен есептегенде бірнеше есеге артты. Или даже больше девальваций в разных государствах. Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамаларының барлығы толеранттылыққа, ашықтық пен сенімге, өзара байланыс пен ынтымаққа шақырады. Жас мемлекеттің әлемдік саяси аренадағы ең ірі жетістігінің бірі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі. Тұңғыш рет түркі әлемінің, Азия елдерінің, ислам мемлекеттерінің ТМД-ға мүше ел беделді ұйымға басшылық жасады. в процессе подготовки 2003 жылы еліміз осы ұйымға өз төрелігін ұсынғанда, елбасы кез келген келелі кеңестерде осын айтты. Соның соңғы нүктесі 2006 жылы ақш басшысы кіші Джордж Бушпен өткен кездесуде қойылды. Мемлекет басшылары кездесуіне дайындық жүріп жатқанда, сол кездегі ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс бұл мәселені Ақ үйде көтеруімізді өтінген. Артынан өз шеңберімде қолғабыс танытамын деген уәдесін берді. Алайда, кездесу барысында Назарбаев Бушқа бұл мәселені осы қазір, сол жерде шешу керек деп қадап айтты. Сол күннен кейін біз дайындыққа кірістік. Оның жемісі 11 жылдық үзілістен кейін саммиттің Астанада өтуі. 56 мемлекет, 40 халықаралық ұйым өкілдері біздің елде бас қосты. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ осы отырыс соңынан Астаналық декларацияны қабылдатты. исторической Астанинской декларации. Әділдік үшін қосып айтар едім. Нұрсұлтан Әбішұлы тек түркі әлемнің ақсақалы емес, әлем саясатының патриархына айналды. Назарбаев ақштың 5 президентімен, Ресейдің 3 президентімен, және Қытайдың 3 басшысымен және тағы басқа мемлекеттердің басшыларымен тең дәрежеде сөйлесті. Лидерами других стран мира. Если вспомнить, было очень Сыртқы саясатқа араласу кез келген мемлекет үшін маңызды да қажетті атрибут. Шынын айтсақ, тәуелсіздігімізге күмәнмен қарағандар да көп болды. 5-10 жылда дербестігінен айырылады дейтін. Нұрсұлтан Назарбаев олардың аузын жапты. Елбасы пікірлердің бәрін оқып біліп отыратын. Сарапшылардың пікірінше, жер жаһанда түрлі дау-дамай қақтығыстар жаулаған шақта Қазақстан Республикасының басшылығына мықты дипломат, мемлекет қайраткері Қасым-Жомарт Тоқаевтың келуі, оның әлемдік тәжірибесінің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Меніңше Қазақстан жауы жоқ, ешкіммен алауыз емес жалғыз мемлекет. Сыртқы саясатты қалай құру керек? Мұны Қазақстан бүкіл әлемге көрсетті. Как эффективно строить вообще внешнюю политику? Реформаттар қиратушы немесе трибуна ораторлар ішінде Назарбаевтың өз ерекшелігі бар. Мен ол кісіні құрушы немесе жасаушы деп суреттер едім. Ол Құдайдан келген жасампаз адам. Назарбаевтың әр қадамы әбден ойластырылған. Әрине, жаңағы жерде отырғанда толқисың, көресің, қай кезде қазақтың баласы бүкіл әлемге өшірден ақыл айтып отыр бұл жерде отыр. Бүкіл әлем, дүние жүзі 200 мемлекет бар. 200 мемлекеттің ішінде осы қауіпсіздік кеңесін басқарғандар көп емес. 70-80-і жақындағанда жоқ әлі. Біз өңірден ең бірінші болып осындай дәрежеге жеттік. Өзіміздің көңілімізді айтып қана қоймай, сөзімізді өткізіп келе жатырмыз. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің жасампаз идеяларын тек елімізде емес, әлемде кеңінен енгізуде. Ел басқарған іргесі мықты, тұрақты, беделді мемлекетті қазір әлем таниды.